Сәлем математик. Бүгін біздер қысқаша көбейту формулаларына келіп тоқтадық. Қысқаша көбейту формулалар бір жетінші сыныптан бері өтіп келе жатқан математикалық формула. Енді бұның аса қиын ештеңе жоқ. Просто қолданып білсек болды. Енді бірінші квадраттардың қосындысы. Бұны біздер формула бойынша а квадрат қосылған 2аб қосылған б квадрат деп ашамыз. Оған мысал x плюс 3. x-тің квадраты 2 еселенген, яғни 2 көбейту x көбейту 3. Сонда 6x шығады, қосылған 9. Енді астында квадраттардың айырмасы. Мына формулаға мысал келтірдік. 2x-тің квадраты ол 4x квадрат болады. 2 еселенген, 2 көбейтілген 2x көбейтілген 5. Бұл 20x болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай қосылған 25, яғни 5-тің квадраты 25. Енді айырманың және қосындының көбейтіндісі. А плюс б қосылған а минус б, бұл а квадрат минус б квадрат береді. Оған мысал, екі жақшамен берілген x плюс 4, x минус 4, бұл x-тің квадраты минус 4-тің квадраты 16 болады. Енді көбіне осы 3 формуламен есептер шығарамыз. Көбіне. ОБТ-да да көбіне осы 3 формуламен келеді. Енді кубтарының қосындысы. Оның формуласы, бұның мен жаттаудың бір оңай жолын айтайын. Егер а плюс б жақшамен келсе, куб жақшамен келсе, онда оның тең болатысы жақсасыз болады. Көріп тұр ғой, мынау да жақшамен, бұның қорытындысы, яғни тең болатысы жақшасыз келеді. Ал егер а куб минус б куб болса, оның тең болатысы жақшамен келеді. Осыны жаттап алсақ, просто жаттауға оңай жолын айтып жатқаным ғой. Егер жақшамен келсе жақсасыз, егер жақсасыз келсе, оның тең болатысы жақшамен шығарады екен. Енді осыған мысал келтірдік. Әрқайсысына x плюс 2-нің кубы, x куб плюс 3аб, 3а деп тұрғанымыз x, x-тің квадраты қосылған b. Көбейту b. Бұның орында бізде 2 тұр. 2 мен 3-ті көбейтеміз, 6x квадрат. Сосын, бұнаған 3x көбейтілген 2-нің квадраты. Бұл 2-нің квадраты 4, оған 3-ті көбейтсек 12. Сонда жауабы осындай болады. Мен бұны ашып түсіндіріп жатқанмын сіздерге. Сосын 2-нің кубы 8. Әрқайсының астында мысалдарымен келтіріп қойдым. Сіздер енді осы формулалардың бәрін жазып алыңыздар. Қазір мен соңына формуланың бәрін шығарам. А куб плюс в куб болды, сол жақшасыз келіп тұр. Демек бұның жауабы жақшамен, екі жақшамен ықшамдалған түрі. Мынау мысалымыз. Енді қазір есептер шығарып көрсететін боламын. Сіздер мынаны дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бір дәптердің ең бірінші бетіне жазып қойсаңыздар да болады, немесе ең соңғы бетіне. Кез келген уақытта ашып жіберіп қарайтындай қылып. Енді бұл жерде мен сіздерге айтайын, көбіне қолданатын мынау. Біз енді мынаны көп қолданбаймыз, мыналарды. Және мынау, және мынау. Енді мынау просто басқаша түрінде ашып түсіндірген түрі ғой мынау енді. Енді мынаны біз көбіне қолданбаймыз. Негізі мына екеуі мен мына екеуі де бірдей қорытынды береді. Просто мына басқаша түрі шығарған. Мысалы, мына жақшаны ашып жазсақ, ол бәрібір мына 3а квадрат плюс б 3а б квадратты береді. Осыны жазып алыңыздар. Кеттік келесі. Енді мынаны шығарудың мен сіздерге айтайын қазір. Бұны мынадай формуламен шығарамыз. Бірінші, мен орындарын өзгертіп жазып алайын. А квадрат плюс 1 плюс 2а деп жазып алайыншы. Немесе астына жазайын, қазір симай қалады. Тең болады а квадрат плюс 1 плюс 2а деп жазайын. Сосын а квадрат плюс 1 минус 2а деп жазайын. Орындарын өзгертпеймін, тек қана. Сосын а-ның 4 дәрежесі минус 1. Енді мен мына формула салғым келіп отыр. А плюс б, а минус б
тең болады а квадрат минус в квадрат деген формулаға салғым келіп отыр. А деп тұрғанымыз ол мынау, б деп тұрғанымыз мынау. А деп тұрғанымыз мынау, б деп тұрғанымыз мынау. Сонда аның орнында а квадрат плюс 1 тұрса, онда мен бүйтіп жазамын. А квадрат плюс 1-дің квадраты минус 2а-ның квадраты деп. Минус. Енді мен мынаны так, просто аша салайын. А-ның 4 дәрежесі плюс 1 деп. Қазір көреміз бұны. Егер жақсы мен ашпай, жақшамен жаза тұрайын, қазір көреміз. Потом ашамыз ба, ашпаймыз ба. Енді мынаны жақшаны ашайын. Бұны мына формуламен ашамыз. А плюс Б квадрат деген. А квадрат плюс 2АБ плюс В квадрат деген формуламен ашамыз. А квадраттың несі? Квадраты А-ның 4 дәрежесі қосылған 2А квадрат көбейту 1 ғой. Сонда 2 мен 1-ді көбейтсек бәрі 2 болады. Сонда 2А квадраттың өзі болады. Қосылған 1-дің квадраты ол 1. Минус 2А-ның квадраты ол 4А квадрат болады. Енді жақшаны ашсақ болады екен. А-ның 4 дәрежесі плюс 1. Тең болады. А-ның 4 дәрежесі мен А-ның 4 дәрежесі қысқарайын тұр. Бірінің алды минус, бірінің алды плюс. 2А квадрат пен минус 4А квадрат екеуі бірігеді. Сонда бұл минус 2А квадрат болады. Сосын 1 мен 1 қосылады, плюс 1 болады. Сонда бір есептің өзінде екі формуланы қолданып тастадық. Келесі. Так. Мынау да сол сияқты, я. Так, мен бұны А квадрат минус Б квадрат тең болады А минус Б А плюс В деген формула салғым келіп тұр. А деп тұрғанымыз мына жақшаның іші полный А, Б деп тұрғанымыз мына жақшаның іші полный Б. Енді мына оның ашқан түрінде мына түрге келтіреміз. Сонда қарамен жазайын. X квадрат плюс 2xy плюс y. Бұны аны жазып алдым. Міне мына тұрған аны. Енді минус Б. Бұны мынаған жазам. Минус x квадрат. Мына жерде минус тұрған себепті мына плюс болады. Минус y квадрат. Сосын бұл бір жақшаның ішінде. Екінші жақшаның ішіне мен x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат деймін де. Плюс деймін. Енді мына плюс болған себепті мына ішіндегі өзгермей қайтадан шығады. X квадрат минус 2xy плюс y квадрат деп. Тең болады. Так, мына жерде x квадрат пен x квадрат қысқарайын тұр бұлай. Жақсы, мен сызбай қойын. Түсініксіз болып кетеді қазір. Екеуі қысқарайын тұр. Мына y квадрат пен y квадрат қысқарайын тұр. Сонда мынадан қалады 2xy плюс 2x болайын тұр да. Жоқ, мен мына жерде қате жаздым да. Мынау x, y қой мынау. Y-ді ұмытып кеткен ғой. Значит, мына жерде 4xy болады. 4xy болады, я. Енді мына жерде плюс 2x квадрат. Мына екеуі бірігеді. Сосын мына екеуі жойылып кетейін тұр. Мына екеуі 2y квадрат. Болды. Осымен есебіміз шықты. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Осындай күрделі қысқаша көбейту формулаларын күрделі есептерде қалай қолдану керектігін түсіндіңіздер. Енді келесі сабақта жолыққанша.